Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы видеоны өңдеу. Бүгінгі сабақта үйренеміз. Видеопад редакторында видео өңдеу, видеопад редакторында жазбаны сақтау. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Видео өңдеуге жатады. Бейнероликтің керек емес жерін қиып тастау, бейнероликтің дыбысын алып тастау, бейнероликке фотолар қосу, бейнероликке өзге аудио қосу, әртүрлі бейне, дыбыс, мәтін әсерлерін қосу жатады. Видео жазбамызды өңдеп көрейік. Видеопад редакторында видеоға қажетті файлдарды қосу үшін файлды кірістіру батырмасын пайдаланамыз. Файлды кірістіру батырмасын басқаннан кейін алдымызда осындай терезе пайда болады. Өзімізге керекті файлды таңдап, открыть батырмасын басамыз. Дәл осылай өзімізге керекті файлдарды видеопад редакторына кіріктіреміз. Берілген файлдарды видео жазбаға қосу үшін тінтуірдің көмегімен жолға кіргіземіз. Тінтуірдің көмегімен енгіземіз. Берілген видеоға переходтар, яғни ауысулар қосу үшін берілген видеоның мына бір бөлігін басуға болады. Немесе мәзірдегі эффекті бөлімінен переход батырмасын бассақ болады. Әртүрлі переходтарды, яғни ауысуларды таңдауымызға болады. Ауысулар қойылған кезде мына белгішенің жаны көкке боялады. Дәл осылай келесі суреттерге де қойсақ болады. Ол үшін ауысу батырмасын басамыз. Керекті ауысуларды таңдап қоямыз. Енді видеомызға эффектілерді қосуға болады. Эффектілерді қосу үшін берілген жолдың төменгі жағында FX батырмасы берілген. Яғни осы жерде біз жасыл плюс таңбасын басу арқылы керекті эффектілерді қоссақ болады. Яғни үстіңгі жағында тұрған мына белгіше бізде ауысулар переход деп аталынады, ал FX белгісі видеодағы эффекті деп аталады. Енді видеоға өзіміздің дыбысымызды жазып көрейік. Ол үшін мәзірдегі главная бөліміне барып, запись батырмасын басамыз. Аудио жазу таңдаймыз және дыбысымызды жазамыз. Ол үшін запись қызыл белгішені басамыз. Бұл менің Paint бағдарламасында салған суреттерім. Стоп батырмасын басамыз. Біздің аудиомыз видео редакторда пайда болды. Оны тінтуірдің көмегімен жылжыту арқылы екінші жолға әкелеміз. Енді видеоны бірге қарап көрелік. Бұл менің Paint бағдарламасында салған суреттерім. Берілген жобамызды сақтау үшін сохранить проекті, жобаны сақтау батырмасын басамыз. Алдымызда бізге сақталуы қажет орынды таңдау үшін мынандай терезе шығады. Қажетті орынды белгілеп алғаннан кейін біз сақталынатын файлға ат береміз. Мәселен, бірінші сурет. Және де бізде файл кеңейтілімі көрсетілген. VPG. Жобамыз сақталды. Видеопад редакторында жасалған видео кеңейтілімі ады. VPG AVMP4 жатады. Сөз жұмбақты шеш. Суретте табиғат құбылыстары бейнеленген. Табиғат құбылыстарын реті бойынша дұрыс айтып, сөз жұмбақты шеш. Өзіңді тексер.
Жарайсың. Тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.